Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Biz қазір Жабал Муса тауына кетіп бара жатырмыз. Алланың қалауымен. Пайғамбар Муса алейхиссалам бұл тауда, яғни киелі таулардың бірі. Қалай Нұр тауы, Хира үңгірі киелі болғаны сияқты, Сәуір үңгірі киелі болған сияқты. Бұл тауда өте киелі. Міне бауырларымыз келе жатыр. Диас. Алла. Мына Казталкының жігіттері келе жатыр. Мәз алпақталдың. Аржақта Махмуд Қарекең. Қызылорда. Аржақта жымпитын жігіттер. Одан кейін Сайқының жігіттері. Асылбек ұстаз. Одан кейін Тараздың жігіттері. Одан кейін Ернар деген бауырымыз. Жалпақталдан. Тұр тауындамыз. Таурат түскен жердеміз. Бұл тау ешқандай Жибрил алейхиссаламсыз, ешқандай періштесіз Алла Тағала мен Муса алейхиссаламның тілдескен жері. Бұл тауда Таурат түскен жер. Муса алейхиссалам перғауыннан қашқаннан кейін осы тауға келеді. Бәрі жата хадисіз. Мына жерде неше түрлі тиындар. Қараңыздар. Тулар, келіп кеткен кісілердің қолдары. Қашын тұр жүрім? Осы тауда Таурат түседі. Халқысы атасады, кейін екіге бөлінеді. Яғни тарихтарда, киноларда, фильмдарда көргеніңіздей. Құранның аяттарының, яғни тарихи жерде бір айтқан кезде манна ва сәлва деген сияқты Құранда аяттар бар. Осы манна ва сәлва, яғни оларға осындай тамақтар беріледі. Манна ва сәлва деген тамақтар беріледі. Ешқандай яғни аштық болмайды оларда. Төбесінде болып жүреді, әрдайым көлең келіп. Бірақ сондай нығмет бере тұрса да, олар не істеді? Біз қияр жеуге, біз бияз жейтін жерге барғымыз келеді. Мына манна ва сәлваның керек емес. Құдайға айтқан кезде Муса алейхиссалам ашуланып, сонда сендер барыңдар, Мысырға қайтыңдар деп, перғауынға құл болыңдар деп. Ол айтқан кезде бұл жер сондай тарихи, өте тарихи жерлердің бірі.